Өйткені біз айтып отырмыз ғой, біз қазақ деген халық еш уақытта қызын төмен отырғызбаған, қызын төрге отырғызған халықпыз деп айтамыз ғой, соны ұрпағы деп айтамыз. Міне, сондықтан оны айтатын себебім, анау кешегі кімнің кино, тарихи киноларын қарасаңдар да, жырларды оқысаңдар да, қазақтың көшкен кезде де ең алдымен өзінің қыздарын атқа мінгізіп, алдымен бетіне шаң тұрмасын деп, алдымен жіберудің өзі де қызға жасалып жатқан ең үлкен құрмет. Міне, бүгін сол құрметтің кішкентай бір көрінісін екі жігіт сіздерге көрсетіп айтып екен. Мейрамдарыңыз құтты болсын, дендерің сау болсын. Ең бастысы осы жерге қара шаңыраққа кешегі Байтұрсынов ағаларының, Әуезов ағаларының табаны тиген қара шаңыраққа келген кездегі армандарың осы ұлттың ұстазы болу ғой негізі. Сол армандарына жетіңдер. Осы біздің қазақтың тілін, қазақтың әдебиетін өлтірмейтін үлкен ірі ғалым болуларына шын жүректен тілектеспін. Ең бастысы мерекелерің құтты болсын, ата-аналарың аман болсын. Сол сіздердің жеткен жетістіктеріңіз, шыққан биіктеріңіз, сол ата-ана мен біздің үміттерімізді ақтағандарыңыз деп есептеледі. Сол нәрсеге лайық болуларыңызға шын жүректен тілектеспін. Бұлар да менің шәкірттерім, бұл екеуі де, мынау да, бұл жігіт те, Әлішер де.